Алматы облысы Кеген ауданының Тұйық ауылында математикаға деген сүйіспеншілік пен ұстаздық дәстүр ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Сол дәстүрдің жалғасы ретінде 2023 жылы Ысқақұлы Қызайбай атындағы математика кабинеті ашылды. Бұл әке еңбегін ұлықтау, ғылымға жол ашу, ауыл балаларына шабыт беру жолындағы игі бастама болды. 2023 жылдың 30 тамызы математика кабинеті ресми түрде ашылды. Сол күннен бастап жыл сайын Ысқақұлы Қызайбай атындағы математикадан олимпиада өткізу дәстүрге айналды. 2023 жылы алғашқы ауылдық олимпиада өтті. 5-ші, 6-шы және 7-ші сынып оқушылары қатысып, үздік шыққан 3 оқушыға жыл бойы шәкіртақы тағайындалды. 2024 жылы олимпиаданың ауқымы кеңейіп, Тұйық ауылынан басталған бұл игі іс Кеген ауданының 25 мектебінен 75 оқушыны қамтыды. Бұл шара аудан балаларына үлкен шабыт, білім додасының жаңа дәстүрі болды. Ысқақұлы Қызайбай атындағы олимпиада бұл жай ғана білім сайыс емес, бұл ұрпақ сабақтастығының, ұстаз еңбегінің, туған жерге деген сүйіспеншіліктің көрінісі. Білім жолында басталған осы ізгі дәстүр талай дарынды баланың арманын ұштайтынына сеніміміз мол. Білім ұлттың ертеңі, ал білімге салынған әрбір еңбек мәңгілік. Мен 2024 жылдың 25 қазан күні өткізілген Ысқақұлы Қызайбай атындағы математикадан жасөспірімдер олимпиадасында бірінші орынға ие болдым. Бірінші орынға 300 мың теңге ақшалай сертификат берілді. Мен сол кезде өте қатты қуандым. Себебі бұндай нәтижеге жету үшін үлкен еңбек пен тәртіп қажет болады. Осы олимпиададан кейін тағы да басқа олимпиадаларға тапсырып жүлделі орындар алдым. Республикалық физика-математикалық мектепке тапсырып көрдім. Бұл олимпиада өте адал түрде өтеді. Оқушыларды осы олимпиадаға қатысуға шақырамын. Мен 2024 жылы Ысқақұлы Қызайбай атындағы стипендияны өзімнің жетістігім үшін алдым. Бұл сәт мен үшін қуаныш пен мақтаныш болды. Стипендия мен үшін мотивация болды. Өз-өзіме сенімді арттырды. Мен ұйымдастырушыларға шын жүректен алғысымды айтамын. Бұл мен үшін қолдау болды. Сондықтан осындай құрметке лайық болуға әрі қарайда талпынамын. Сіздерге көп-көп рахмет. Сәлеметсіздер ме? Мен Меспек Жамбыл Жеңісұлы. Бүгінгі таңда Алматы қаласының Абай атындағы мамандандырылған мектеп гимназиясының 6-шы сынып оқушысымын. 2024 жылы 25 қазан күні аудандық математик Ысқақұлы Қызайбай атындағы математика пәнінен ұйымдастырылған олимпиададан бірінші орын алып, 300 мың теңгенің сертификатын жеңіп алдым. Бұл күн мен үшін өмірімдегі ұмытылмас қуанышты күндердің бірі болды. 300 мың теңгені сол күннен бүгінгі күнге дейін бір жыл бойы ай сайын 25 мың теңгеден шәкіртақы есебінде алып келдім. Алғашқы 2 айдың ақшасын қосып, ата-анам 20 тауық сатып алып берді. Көктемнен бастап тауықтарым жұмыртқалай бастады. Өзіміздің қажетімізде артылған жұмыртқаны сатып, өзімнің оқуға керек киімдерімді және оқу құралдарын алдым. Жазда тауықтарым балапан басып, бүгінгі тауығымның саны 50-ге жетті. Міне осылайша ата-анама үлкен көмек көрсетіп жатырмын. Мен осы олимпиададан жүлделі орынға ие болғаннан кейін білім мен еңбектің арқасында көптеген армандарды орындауға болатынын түсіндім. Осы олимпиадада ұйымдастырған Ысқақұлы Қызайбай атамыздың ұрпақтарына алғысымды айтамын. Себебі бұл жетістік менің шағын кәсібімді бастауға мүмкіндік берді. Болашақта үлкен кәсіпкер болу арманым. Егер арманыма жетіп кәсіпкер болсам, мен де ауылымыздан, ауданымыздан шыққан білімді оқушыларға осы Қызайбай атамыздың ұрпақтары секілді шәкіртақы тағайындап, білімдерін жетілдіруге ықпал еткім келеді. Сіздерге үлкен рахмет, математик Қызайбай атамыздың ұрпақтары.